Қайырлы күн достар. Мен сізге өз тауарыңызды қалай экспортқа шығару жолдарын үйретейін. Қазір мен көп Қазақстанда аралап жүрмін. Біздің өнім далада шашылып жатыр. Немесе көп адамдар қазір маған келіп жатыр. Арман, қалай осы өнімімізді шет мемлекетке шығарсақ болады деп. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда өз номеріңізді экспорттау үшін таныс керек, тамыры керек, анаған звондау керек, наған звондау керек. Вроде нормальный, здоровый мужик, иди работу найди. Ты как разговариваешь? Алло? Ереке? Да. Все хорошо, айтпайсың ба сразу? Все, на. Я на тебя баланс потратил. Қазір тек қана бір сайт арқылы шет мемлекетке шығару жолдарын қарастырып жатырмыз. Экспорт демекші, экспорт дегенге не жаттар шығарады? Көп адамдар айтады, Қазақстаннан ешқандай тауарды шығара алмайсың деп. Барлығы қателеседі. Қазақстаннан экспортқа миллиондаған, мыңдаған тауарларды шығаруға болады. Оның үшін атап айтатын болсақ, тамақ өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері. Сол қазір біз Қытай мемлекеттерінен тауарларды көп алуға біз машықтанып үйреніп қалғанбыз. Не себептен сол Қытай мемлекетіне біздің ауыл шаруашылық өнімдерін шығармасқа. Қазір біз соның жолдарын зерттеп жатырмыз. Алдағы уақытта, егерден сіздерде қандай да бір өнім болса, бізге хабарласыңыздар. Біз сіздерге міндетті түрде жолдарын көрсететін боламыз. Бізде өнімдер көп. Жүнді айтайық, шұжықты айтайық, ет өнімдерін айтайық, теріні айтайық, басқа да өнімдер түрлері өте көп. Сол өнімді сапалы қылдырып жасап, біз тек қана Қытай емес, Ресей мемлекетіне де шығаруымыз керек. Сонау Қырғызстанға шығаруымыз керек, сонау Өзбекстанға шығаруымыз керек. Оның барлығы мүмкін, фантастика емес, жасауымыз керек біз. Сіз біз жасауымыз керек. Сонда ғана біз қазақ мемлекетін, осы қазақстандық сіздерді бай, бақуатты мемлекеттерге айландыратын боламыз. Ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Адам істегенде адам істейді. Сауданың амал тәсілдерінің барлығын жетік меңгеріп алсаңыз, сіз өз өніміңізді экспортқа шығаруға түк қиын болмайды. Бірақ нәрсе бар, талап етілетін сіздерден. Ол сіз өніміңіз туралы толық ақпарат білу керексіз. Және де өніміңіз сол шығарғысы келетін мемлекеттің стандартына, сапасына сай болу керек. Сол кезде ғана өз өніміңізді шығарасыз. Мен осы түрік бауырлардан сұрадым. Кезінде сіздер неге осы Қазақстаннан терілерді көптен алдыңыздар да, қазір алмайсыздар деп сұрақ қойғанымызда, олар айтты, қазір сіздердегі терілердің сапасы өте төмен болып кетті деп. Біз енді сапаға жұмыс істейтін уақыт келді. Сол себептен сіздерде қандай да өнім болса, ең бірінші көңілді сапаға бөліңіз. Сапаның уақыты жақындады. Біз енді сапаға бәсекелестік жоғары деңгейге болатын болса, біз сапаны жоғары көтереміз. Сол кезде сіз өз өніміңізді экспортқа шығаруға мүмкіндік аласыз. Экспортқа шығарған сізге қандай мүмкіндік береді? Мысалы, Қазақстанда шұжық өнімдері 2000 теңге тұратын болса, сонау ішкі Қытайда, Гуанчжоуда ол 6000 немесе 10000 теңгенің көлемінде тұрады. Көрдіңіздер ме? Және де Қазақстанда 18 миллион халық болатын болса, сол Қытайда 1,5 миллиардқа халық бар. Көрдіңіздер ме? Өнімді қалай шығару керек? Біз енді жоспарлап отырмыз. Осы сол Гуанчжоу қаласында немесе сол Шанхай қаласында үлкен супермаркет ашуға. Сол кезде Қазақстан өнімдерін көп мемлекетте бағалайды. Бірақ біз оны шығару тәсілдерін дұрыс қолдана алмай жатырмыз. Мен сізге алдағы уақытта өз өніміңізді қалай шет мемлекетке экспорттауға үйрететін болам. Сол себептен сіз әрқашанда мені бақылап жүріңіздер, бірге болайық, хабарласып өз өніміміз туралы
толық ақпарат жинаңыздар. Біз үлкен сайт құрайын деп жатырмыз. Сол сайтта сіздің өніміңіз туралы толық ақпарат болатын болады. Және ол сайтта басқа импорт мемлекеттер, басқа мемлекеттің жаңағы өнім сатып алушылар болады. Сол өнімді сатып алатын кісілер екеулеріңіз бірге сол жерде жолығатын боласыздар. Ешқандай ортада делдалдың ештеңе керегі жоқ. Қазіргі заман интернет заманы. Сол интернетті сіздер сауатты пайдаланатын болсаңыздар, ешқандай бір жерге барып, базар ашып, немесе бір дүкендер ашып, немесе бір үлкен қоймалар ашудың қажеті жоқ. Қазір сол бір интернеттің арқасында көптеген дүниелерді істеуге болады. Сол себептен мен сіздерді осы экспорт, импорт туралы үлкен алдағы уақытта жобаларым бар. Сол жобаларға бірге болатыныңызға сенемін.